Қайырлы күн. Қазіргі таңда үйден шықпай-ақ электрондық қызметтерді қолдану арқылы сіз кез келген қызмет түрін онлайн түрде ала аласыз. Ол үшін Егов порталына ECP ключімен кіріп, өзіңізге керекті, қажетті анықтамаларды шығартып алсаңыз болады. Мен қазір жер кезегіне қалай тұру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін жылжымайтын мүлік батырмасын таңдаймыз. Жер қатынастары, толық көрсету жеке тұрғын үй құрылысының жер учаскесіне кезекке тұру деген мінекей осы батырманы таңдаймыз. Онлайн сұрау. Бұл жерде 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадамның өтініш түрін таңдаймыз. Кезекке қою. Қай қаладан, қай өңірден кезекке тұрып жатырсыз, соны таңдайсыз. Мен мысалға қазір Түркістан облысын таңдаймын. Ауданды таңдайтын боламыз. Қазығұрт ауданын таңдадым. Және ауылдық округ, ауылдың өзін таңдаймыз. Менде осы Қарабау ауылдық округі және Қарабау ауылы. Сақтау батырмасын басамын. Өзіме берілген персоналдар данныйларды растаймын. Мінекей. Әрі қарай ECP кілтімен, RSA кілтімен подписать етемін. Өтініш бергеннен кейін 10 минуттың ішінде сіздің өтінішіңіздің қаралғаны жөнінде ақпарат шығатын болады. Мына жерде ECP-мен қол қойып аласыз. Осылай жер кезегіне онлайн тұруға мүмкіндіктеріңіз бар.